ассалаумағалейкум арма ағайын. Бұландылық көп көрермен, өнер десе ішкен асын жерге қоятын арда қазағым, амансыздар ма? Бүгін Бұланды елінде керемет думанды кеш. Бүгін ән көкте қалықтайды. Кезінде 90 жылдары екі ғасырдың тоғысында қазақ сахнасына мынаны өшірсей менімен жағаластырмайды. Кешіңіздер еді. Екі ғасырдың тоғысында тоқырау заманында қазақ сахнасына жаңа бір думан шықты. Ол қандай думан еді, білесіздер ме? Шоу. Бауыржан шоу думаны. Бауыржан шоу думаны тоқырауда тоқырап қалған халықтың көңілін тек қана әзілмен емес, ғажап әндермен де тербей білді. Ол әндерді орындаушы кімдер еді? Нұрмұқасан, Орда деген керемет топтар болады. Ал сонау 90 жылдары өнер жолын бастап, осы күнге дейін қазақ сахнасының көгінде самғап келе жатқан азаматтың бірі Мұқасан Шахзадаев. 25 жылдан кейін, ширек ғасырдан кейін республика сарайында концерт беремін деп ойлаған Мұқан, қой, бірінші елдің батасын алайын, ауылдағы арда ағайынның батасын алайын деп бірінші Серлер елі көкшеге ат басын тіредік ағайын. Кеше Біржан Салдың елінде болсақ, бүгін Балуан Шолақ бабамыздың еліне келіп отырмыз. Серлердің, салдардың мекеніне келген кезде шалқытып ән салудың өзі бір бақыт. Әлетін Мұқасан Шахзадаев деген азамат сонау 93 жылдармен мектепті бітірген кезім ғой. Сол кезде бұлар жарқырап шықты. Құдай самасын, қыз біткеннің барлығы соларға ғашық. Тіпті біз ғашық болып жүрген қыздар Мұқасанға ғашық болып. Қызғанасың кәдімгідей. Анау альбом деген болатын қыздарда. Альбом бірінші бетін ашып қалсаң, ішінде Мұқасанның суреті тұрады. Шашын ортадан айырған, артқа қарай қайырған, қасы қосылған, домбырасын құшақтаған ипақ жеп тұрады. Қыздардың барлығы сол плакаттарды үйнеліп қояды тіпті. Қызғанасың. Мұқасанға сол кезде жыныңыз келетін тұғын. Неге? Өйткені сен сүйетін қызың оны сүйет та, обидно болды да өзіңе. Бірақ енді сол қыздар бүгінгі таңда әже болды қазір. 30 жыл уақыт өтті, қазір сол Мұқасанға ғашық арулар немере сүйіп отыр. Рас қой, ә? Әні. Ал сол қыздардың біреуінің арманы орындалмай қалды. Жалғыз менің арманым орындалды. Мен қазір Мұқасанның қасында жүрмін. Үйірген қашпайды деген осы екен. Әні. Мен Мұқасанды көрем деп армандаған адам емеспін, бірақ қасында жүрмін ба? Ал көрейінші, бір көңілге зар болып, автограф алам деп жүрген қыздардың барлығының арманы орындалмай қалды. Сол армандар орындалмай қалған қыздардың бүгін арманы орындалсын деп алдарыңызға алып келіп отырмыздар. Немерелері жетіп келген бабушка болған сұлу қыздар, қиялойды жоғары өрлеткендер, жүректі тебірентіп тербеткендер, Мұқасанның фанаты болған кезінде 90 жылдардағы бойжеткендер. Бүгінгі концерт сіздер үшін деп айтсақ, жаныңыз айтпаймыз. Ал қазақ айтады, жақсының қасында жақсы жүреді, молданың қасында бақсы жүреді, серінің қасында сері жүреді, болмаса Құдай айтқан бір пері жүреді дейді. Біз кімбіз? Бауыржан шоу думанынан өнер жолын бастаған Мұқасан Шахзадаев менің концертім әнменен әзілге толы болсын деп өзі ән салады, қасына ертіп келген екі бірдей азамат біздер Күлкістан Әзіл-Сақ отауының жігіттері сіздермен бірге боламыз бүгін. Ал енді көп созбайық. 90 жылдардағы арулардың ашығы болған, асығы болған қазақ эстрадасының шоу жұлдызы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері,
Мұқасан Шахзадаев алдарыңызда. Фәриден пайда, жалғаннан пайда, халқына түсінер етпесе, қазақ болу. Сендер барда шаттық бар маңайымда, бақ берекеден айырмасын. Ал енді кешімізді жалғастырамыз, көңіл көтереміз, жақсы отырыңыздар. Бүгінгі кеш сіздермен біздердің кеш. Олай болса, тағы да сіздердің құрметтеріңізге ағайын аттан тарту етемін. Қабылыңыздар. Алдыңда сенің шалдырдың әннен тағы салайын. Өздерің бардан жасанып жайлайды менің маңайым. Қошеметтесең қырандай аспанда қанат қағайын. Жүрегіңе жол салайын. Ағайын, тамырлас туыс бауырлас досымсың бүгін талайын. Сенді қиядың, сенді бей жақсының қайран табайын. Аруға атын тарайын, жігітке шабан жапайын. Алыстарыңды алайын. Жаттанып күлде, қайданың мүлде, қандай боларын білме. Өткелі күнге, өкпе бар күнге, таласы өмір сүрме. Оранып жаның гүлге, сыйласып жүрші бірге. Неге қалмайсың мен аты? Неге қалмайды? Жүре береміз осылай. Жоқ, неғып жүрсің деймін саған. Бес қойып берсей кетейін да. Жүргенге неше жыл болды да? Ертеген кәмі, институтқа кіріп келе жатсам, студенттің бәрі саламатсыз ағай дейді маған. Үйдегілер айтып отыр, не деген оқусы екен бітпейтін деп. Оқуларыңа түсу оңай келіп бітіру қиын екен сіздердің оқуларыңды. Өйтіп соғып жатыр үйдегілерді, магистр оқып жатыр, доктор қорғап жатыр деп. Маған не дейсің? Атасын бақ, бір оқуды әлі бітіре алмайсың. А мен едім сен? Омар. Амар. Амар емес, Омар. Жазылғанда о, айтылғанда абыла дейді. Сонда біздің ауылдағы Сапар қожаны жазған кезде Сопар қожа деп жазасың ба? Айта кетесің. Да, нешінші курс? А? Нешінші курс? 9-шы курс. Неше жыл болды жүрген? Сен мені мазақ қып тұрсың ба? Біз сендерге оқуға түскен кезде жап-жас боз бала тұқымын. Сен мені мазақ қып тұрсың ба? Төрт балам бар қазір. Үйленіп уже. Нешінші курс дейді? Мен бір 3-4 жыл жүрсе құда болайын деп тұрып жүрген. Міне. Амар. 4-ші курс. 4-ші курс оқып жүргенімізге 5 жыл болды ғой. Сен мүлдім лекцияға қатыспағансың. Бірде-бір лекцияға қатыспағансың. Сен қайтып бағалам деп жүрсің, а? Енді 9 жыл оқысан ештеңеге қатысқым келмейді ғой. Сен бері қарашы, Амар, мен қай пәннен беретінді, қай пәннен лекция оқитынды білесің бе? Және? Айта, қандай пән? Тарих қой. Құдайға шүкір. Осы тарихтың кесірінен ғой 5 жыл бойы қайда-қайда орнымызда қалып жүрмін. Неге қатыспайсың сабаққа? Басқа химия ма, физика ма болса давно бітіріп кететінмін. Бірде-бір парта жоқсың. Неғыл дейсің ба? Неғыл? Мен келгенде сіз болмай қаласыз, сіз келгенде мен болмай қаламын. Екеуміз Құдай кездестірмей жүрген шығар.
Мен осы жерде табандай 25 жыл істеген адам, мен бірде-бір күн сабақ жұмыстан қалған емеспін. Не айтып тұрсың сен? Мен оқуға түскенде сіздің істеп жүргенде 15 жыл болған сонда. Не қылды екен? Екеуміздің арамыз бір 5-6 жас қой. Заман құрдаспыз. Қайтет көріпті қой, бітіріп кетейінші мен айналайын. Төрттің өзін еңбекпен алады, еңбекпен. Енді бір 3 жыл, 4 жыл жүрсем, балдарыммен бірге оқиын деп тұрмын ғой. Менің сабағыма қатысқан. Бір ұнаған лекциядан біреуін айтшы, мен саған қояйын. 3-ті. Лекция? Иә. Ешқайсы ұнаған емес қой маған. Басқа білетін нәрсе айтсам болды ма? Білгеніңді айтшы маған. Анекдот айтып берейін. Анекдот. Сен есің дұрыс па? Енді анекдот айтып бағалайын деп отырсың. Білгеніңді айт деп жатсың ғой. Анекдотқа баға қоямын мен енді. Бүйтіңіз, күлсеңіз 5 қойыңыз. Күлмесеңіз 2 қоя салыңыз. Тағы 1 жыл оқи саламын, не болды? Күлсем 10 жыл болады, мектеп бітіргенде ұшамын ғой дейсіз. Күлсем 5 қоямын. Күлмесең 2 қоя сал. Айтам. Көрейік, алай. Әлемді тыңдамаңыз, қызығар ше? Болса енді. Bir gün bir şal болған ғой. Тұра тұр. Азында ерте тұрып. Тұра тұр. Мен тарихшымын. Тарих ғылымының докторымын. Мен доцентпін. Мен нақтылықты жақсы көремін. Анық қанығымен фактімен айт. Кім? Ол шалдың аты жөні кім? Оны мен айтамын. Енді білмесең кім туралы айтайын деп тұрсың? Бұл анекдот қой. Ой, шырағым, не айтсаң да кәдімгідей аты жөні болу керек оның. Кім туралы айтасың ал? Ой, шал туралы ғой. Шалдың аты кім? Атын айтсаң танисың ба? Сен танисың ба? Қуан екен ғой. Танымайтын адам туралы не айтасың сен? Өмірде ешкім анекдот айтып көрмеген. Көрсімді айтасың ба? Бейсен ал. Фамилиясы Бейсен. Қошқарбаев Бейсен. Отчество. Амантайұлы. Қошқарбаев Бейсен Амантайұлы. Деген шал. Иә. Танитын екенсің? Жоқ. Онда не деген сұрақ? Сен танисың? Танитын. Танитын сен ғой. Сен ғой маған айтып жатқан. Сол. Не басқа болмай бытшын шығардың ба? Шал болған ғой. Ағында ерте тұр. Аты жөнін айтып маған. Қошқарбаев Бейсен Амантайұлы деген шал болған ғой. Bir gün azından 7 tur. Тұратыр. Неге ол шал? Ол шал қай заманда өмір сүрді? Қай жылы дүниеге келген? Соны айт маған. 1957 жылы. 70-ке келіп қалған осы заманның шалы. Дұрыс? Иә. Осы заман. Иә. Сол шал. Қандай шал? Ой, Қошқарбаев Бейсен Амантайұлы деген шал. Иә. 1957 жылы туылған. Bir gün azında ерте тұрып балыққа барған ғой. Қайда балыққа барады? Қайда барады балыққа? Балқашқа. 1 майдың 17-сі күні. Балыққа барған. Қай жағалауы? Қай жағалауы? Какая разница саған қай жағалауы? Ой, қай жағалауының елді мекені шығады ғой. Балқаштың үлкен ғой жағалауы. Оң жақ жағалауы. Соға балыққа барған. Кім? Жаңағы шал. Қандай шал? Ой, Қошқарбаев Бейсен Амантайұлы деген 1957 жылы туылған шал. Өзі не айтып жатыр? Анекдот. Бәсе қалай сабақ айтып жатыр деп қалдың ба? Сол шал. Балқаштың оң жақ жағалауына барған. 1 майдың 17-сі күні. Как раз среда. Балыққа барды сол. Немен? Жаяу. Яндекс бар дейсің болған. Сол барған. Қармақпен барған. Бұл өзі дәу ауып кетіп қарамайды онда. Біз барып қармақ құрған ана. Балқаштың оң жақ жағалауына. Тұратыр. Енді жай қармақта балық түспейді. Ұшынан не салды? Дәуіт салған. Жап-жасыл дәуіт салып жолда келді. Соны салған. Сол дәуіт салған. Сөйтіп құрып отырса, қармақ қапқан. Сөйтіп көтеріп алса, алтын балық салыпты. Кім? Жаңағы шал. Қошқарбаев Бейсен Амантайұлы деген шал 1957 жылы туылған. Сол алтын балық салған сол. Енді осы жерде анықтап айт.
Алтынның пробасы қандай? Саған балқаш көлі ломбард деп. Көл қой ол. Ломбард болмаса, көлде не қылып жатыр? Алтын не қылып жатыр? Пробасын айтайын. Табылған 585 ал. Турецкий алтын. Кәдімгі құдалыққа баратын сондай алтын. Соны сабаған. Бақ, пакетіне салып алған ананы. Сөйтіп үйіне барды да қазанға су толтырды да уғас деп ішіп қойды ғана. Қуырып жеген десем, қандай шешке май киіндеп тұрсың ғой, суға салып қайнатып ананы жеп қойған. болды ма енді? Болған жоқ қой, қызық жеді енді ғой. Содан жаңағы шал ашмай ма? Балықты. Сол ашып атқан кезінде алтын алып алған жалынған. Ей шал, мені жібере сал. Не қыласың, маған бәрі қоймайсың сен. Астыңа самолет, джип. О, Бурабайдан бір санаторий әкелем жеке. Жағдайың мықты болады, бай боласың. Деп айтқан оған. Алтын алып арманымды орындаймын. Асал соны да суға қайнап ішіп жеп қойған ғой. Болды ма енді? Енді ол қызық жер. Айтсайын. Сөйтсе шалдың құлағы естімейді екен. Тұра тұр. Тым түсінбейді, тупой екен. Шал құлағы естімейді, науқас. Сен науқасқа күліп тұрсың ғой сен. Сіздің туысқаның деді ол? Немене жаның ашып тұрған? Неге сен науқасқа күлесің? Қандай бетсізсің, науқасқа күлесің? Қандай ұятсызсың сен? Сен мынаны айт, ол ақсақалдың құлағы қай кезден бастап естиді? Оның шешесі екі қабат кезде давлениесі көтерілген ба, анемия болған ба, содан кейін құлақ естімей қалған ол. Кім айтыр? Мынауың енді трагедия. Қазір ауған соғысында естімей қалып десең, қандай солдатпен атысты деген бір шығарып тұрды. Сен бері қара, сен біреудің трагедиясын күлкіге айналдырып тұрсың, е? Бұл анекдот қой. Анекдот деген күлкілі болады. Сенікі адам жылағысы келіп тұр ғой. Біреудің трагедиясына сен күліп тұрсың. Опасыздық бұл. Бұл ше, мынандай болады. Анекдот деген андай қысқа болады. Мен тез айтамын. Сосын сен қа-қа дейсің, мен қа-қа деймін. Мен бес дейсің, андай кісіп қаламын. Сондай ғой. Қысқа ғой. Анекдоттың бітшін шығарды ғой. Ертеге жүрдің ғой. Анауың, мынауың деп өзімін шатастырып жүрдің ғой. Айтын. Қызық болды, мен естіген кезде күлгем екі күн. Айтшы. Жағаласпай тыныш тұрыңыз, мақұл ма? Мен айтамын, тез айтамын, тез бере қойып кетейін сосын. Шаршай бастадым деп. Мен тыңдап тұрмын, ja? Бір күн бір шал болған ғой, азал ертіп балыққа бардым ғой. Радым. Мен тарихшым. Мен анық қанығымен айтқан жақсы. Екі оясы. Айтып білетін жақсы анекдот екен. Өзімді зорға ұстадым ғой. Қалай сұлулар айтып. Анекдот айтып, мені алдып баға алғысы келеді. Кезінде талай студент алдымнан өткен. Қазір 6 жұлдыз ғой менің арқамда. Бір жұлдызды тағы да қарсы алыңыздар. Ол да біздің студент. Барыңызды бағалап, жүргенге ештеңе жетпейді. Қабыл алыңыздар, жылдары.
жалғаймын, әнімді саған арнаймын. Жалт еткен жарық шалғанда, сен үшін жаралғандаймын. Құс болып ұшып самғаймын, іздеуде сені талмаймын. Мүлт еткен мөлдір ғаламда, сен үшін жаралғандаймын. Сен үшін жаралғандаймын. Теңіздей тулап тамырым, таусылды көзің сабырым. Жанымды менің шөлдетпе, нұрыңды төкші жарығым. Жабырқап жүрген көңілде, жазатын сенсің кәруім. Сүюмен өтсем өмірден, арманым бар ма аруым. Жанымды тербеп балғаймын, әнімді саған арнаймын. Жалт еткен жарық жалғанда, сен үшін жаралғандаймын. Құс болып ұшып самғаймын, іздеуде сені талмаймын. Мүлт еткен мөлдір ғаламда, сен үшін жаралғандаймын. Сен үшін жаралғандаймын. Рахмет. Қошеметтеріңізге. Түркістан күндіргілері орталарыңызда. Қалғаныздар. Буржина. Асқар болғанда. Бір-екі. Алло. Қайда жүрсің? Болсай. Мен сені күттірім ба? Болмайды ба енді? Бәсін күтті ба? Келеді ойда сені де адамның бәрі. Күйіктірің. Олар күйдіреді ма? Сәуле қайда? Сәуле. Қайдасың? Адам ерігіп жүрмесең, айқайлайды ғой, ерігіп болды. Телефон бүкіл атамыздан естіледі. Айқайлап адамға. Неменеге ұрасың сен, а? Неменеге ұрасың? Әкең айтқан маған, ана бала басын қылып тұрмасаң, басшының үстіне қалады деп. Мыйсыз. Кім ерігіп тұрған? Азан жеттен бастап жүрме автовокзалда. Ол жақта не қылып жүрсің сонда? Өзің айтты ғой, ертең азында 8-де автовокзалда жиналыс деп. Мен саған активизал дедім, активизал. Активизал дедің ба? Сен алжын деген ба, не автовокзалда жиналыс деп. Оған бәрін жинастырдың ғой мен азынан бастап бар. Адамдардың бәрін қазір не қылмаңдар, жағаласпаңдар деп. Мен келесіз. Бері қара, неге сен маған қол жұмсайсың? Мен әкіммін ғой, әкіммін. Әкіммін. Әкім емес, қатынсың сен. Не айтпысың? Әкіммін деп қояды ма? Менің арқамда сен әкім болып жүрген. Бүкіл жұмысыңды біз істейміз. Неге ұрасың сен? Жиналыс болатын болса, күшейіп кетеді деп бәріне әкелер. Әкелді. Жазып әкелдім мен. Айданың ба есепті? Есекті? Қандай есек? Есеп деймін саған, есеп. Отчет десе, есебінес. Енді қазақшасы есеп қой, әкімнің елге беретін есебі. Алжын деген кезде. Біздің 5-ші класс оқитын қызым маған келді. Отчет шығарып бер демейді ғой. Есеп шығарып бер дейді. Математикамен мынаны шатыстырмасың сен. Әкемнің кесірі бар. Әкім болайын деп жатсың бала. Әкім болайын деп жатсың, қасында сенімді адамдар жүрсін деді бала. Жоқ қой сенімді адам. Сен ба сенімді адам? Бір команда жоқ қой. Рахмет айт маған. Сен баяғыда класста бірінші атаман тұқсың. Қазір қойсай, бұл ақибат қой. Немене керек емес? Не әдеуін бір кептің құйығымнан. Мен болмасам сен сотталып кететін ғой дарыма. Антикорға бірінші сен салатын ғой. Сен қой мен жауып жүрген сен. Жүзден көрдік сені. Қаралған қол үстінде қолға түстіңдер. Дос емессің. Кәдімгі қасында жүрген дұшпан сияқтыңдар. Оқы дайындап кәдімгі өзі басталады 15 минутта. Келеді халық. Сосын ол андай бүйтіп тұрмай ежіктер тез оқы.
кейін сіз келген халықты келген ана облыстан келген комиссияда түсінбей қалсыңдар. Неге? Халық түсіну. Ой, о түсінгесінің арасында сұрақ болып қалса не істейсің ал? Сонда тез оқимыз болсаңдар. Біз бүйтіп мынандай салдық деп жатсаң, қай жерден деп біреу мандалап Мен оқып көрейін, тұрады. Құрметті аудан тұрғындары. одан да жылдам ol. Ешкім арасында кіріп кете алмай қалсыңдар. Сұрақ қойып үлгермесін. Екі слайд кетіп. Құрметті аудан тұрғындары, үстіміздегі жылдың басынан аяғына дейін инновациялық даму жолында нұрлы жол бағдарламасының аясындағы ішкі игі істер жасалып атқарылып жұмыстар көңілге қонарлықтай әсер қалдырып, бүлдіршіндер мен ардагерлер арасындағы тығыз байланыс орнап, жеке балабақшалар мен мектептердің саны көбейіп, робототехника үйірмелерінің оқушылары облыстық республикалық ән-би байқауларына қатысып, ауданымыздың ішкі экономикасының өсуіне ауыл қаржы, асқабақ, сәбіз, пияз секілді ауыл шаруашылық өнімдерінің табыс көзі инновациялық даму қарқындауына ерекше әсер беріп, жол құрылысының қарқыны күшейіп, жанар жағармай бағаларының қымбаттауына қарамастан әйелдердің әлеуметтік көмегіне ақша қосылып, дүкендер мен базарлардағы тауарлардың сапасы, мектеп білім беру бағдарламаларының жақсаруының арқасында әр гектарынан 50 центнерден астық алып, қамбаларға күрделі жұмыс жасалып, аудандық ішкі істер бөлімінің қырағылығының арқасында мал ұрлығы азайып, базардағы ет бағасы қымбаттап, оны қалпына келтіруге 5 құрылыс бригадасы 7-шілердің үйін күрделі жөндеуден өткізіп, ондағы мәдени іс-шаралармен танысып, аудан өнерпаздарының өнерімен 4 республикалық бокс турнирі, 2 рет қазақ күресінің айтысын өткізіп, волейболшы қыздар жеңіс тұғырына көтеріліп, әжелер ансамблін құрды. Өкпесінде бір стакан су ішіп бересің. Жоқ, тұра тұрсын. Мынаны тыңдаған адам қылғыны бөледі. Мен тұншығып қала жаздадым. Бастаппен бастапсың. Мына жерде 9 абзац болатын сөзге бір-ақ нүкте қойғансың. Нүкте. Енді сен өтірге қарап тұрған кезінде бір сұрақ қойып қалса, арзан қаласың ғой. Әдейі осылай сіздің. Кейін комиссиян қылқын бөле қалу керек қайта, түсінбейді. Болмайды, мынауың болмайды. Мынауың болмайды. Екінші вариант бар. Екі вариант жазбай кетеді. Мынаны да халқының оқимын. Жоқ, оны асықпай оқиды. Оны әдемілеп оқи бар, асықпай. Мына қымбатты ауылдастар ғой, қымбатты ауылдастар. Осылай оқып десе. Қымбатты ауылдастар. Өңірлердегі өркендеу мемлекеттік қызметтің негізі. Даму мен экономикалық қарқын алу үшін оқу біліміне негіз күш салу керек. Молодец. Өлтірдіңіз ма? Ойладың ғой, сен аяқ астына орнынан түсіп қалсаң, өзің әкім болсаң оқимын деп дайындаған ғой. Неге мен түсіп қалуым керек? Неге мен өсіп кетпей, неге түсіп қалам? Қазір кім біледі, аяқ астынан ғой бәрі деген. Сіздің заявление жазып жүрсіз, бірден басқа шоу әкеліп қалатса, сен жақсы әңгіме айтасың, жақсы әңгіме. Орның сенің өңірейіп тұрмайды ғой, бірден мен бір іштан мені әкім ғой. Ой, мынау кәдімгідей мысық тілеуген ғой мынау. Сосын мен оқимын деп дайындаған. Ой, жағына жылан жұмыс боласың сен. Үстіміздегі жылы нұрлы жол бағдарламасы аясында ауданымызда 333 мектеп құрылысы қарқынды жүріп, оқу жылы басталмай жатып ел игілігіне берілді. 333 мектеп. Аудан білімді екен деп айтып жатыр ма? Комиссияда. Біздің ауданда өз 20 ғана ауылдық оқулық бар. 333 мектеп. Қай жеріне сыйдырмақ? Әр мектепке бір 12 баладан барып жатыр деп айтамыз. Білім дамыған екен деп. Айналайын, мектеп салуға да ақша анау республикадан бөлінеді. Ана жақтан бөлінеді, өкіметтен бөлінеді. Облыс бізге сосын шешіп береді. Содан кейін барып саламыз ғой біз. Қайтып 333 мектепті жазып қойды. Қандай беймен. Ой, осы ауданның халқы сабырайып сабатыр дейсің ғой. Қоя, ақылға сыймайтын нәрсені жазбасайшы болды. 3 мектеп болды. 3 мектеп жазайық болды. Оны қарқынды жұмыс істегенде алып сонда. Неге? 3 мектепке бола үшін қарқынды жұмыс істемейді. Аспай жүріп кетесің ғой, әбетке барасың. Балалар қысты күні тоңып қалмасын деп, адасып қалмасын деп, мектептерге 333 автобус беріп қойды. Сен? Сосын қойды әр мектепке бір автобустан деген ғой. Сосын мен маршруттармен сөйлесіп қойдым. Комиссия келген кезде 2000 сен келе беріңдер деп. Ауданда көп екен маршрут деп айтқан. Жоқ, 333 автобус деген облыс орталығында маршрутта жүріп жатқан жоқ олар. Сен ауданға қалай тығып отырсың оны апарда? Значит, облыстан біздің аудан дәу екен деп ойласың. Білмейді ғой сен, не істеп отырсың? Болашақ осы жерде облыс орталығын жеріміз деймін. Сенің бюджетіңді білмейді олар. Ақылға сиятын нәрсе жаса, ақылға сиятын нәрсе.
үш автобусте болды. Ол жаңағы ауылдағы маршрутты айтамыз. Бәрі. Ауданымызда биылғы жыл тағы да қуанарлық жағдай. 333 жақсарластырылған кітапхана салынып, халық игілігіне. Сенің әулетіңде біреу 333-ге бөлінді. Не жазған цифр мұнда? Басын солай жазған, әдемі болып кете берсін деу ғой. Жоқ, мақұл, 330 жылын қысқартамыз. Жапсарластырылған деген не ал? Жапсарластырылған деген не ал? Оқи алады екенсің ғой? Жапсарластырылған. Сол жерде келгенде оқи алмай ма деп ойлаймын. Жоқ, сен мені мазақтама, мынау не сөз? Анда дәу екі этаж здание. Вот соның ішінде кітапхана, парикмахер, сұлулық салоны, магазин, азық-түлік, киім сататын магазин, пошта, бәрі соның ішінде ғой бір зданияның. Күйік, енді соның барлығын есептеп 330 кітапхана деміз екен. Бөлек-бөлек, пәлен, етік шеберханасы, пәлен, сағат шеберханасы, пәлен, кітапхана, пәлен, дүкен, пәлен, монша, сал, бөлек-бөлек қапайсың. Яптан келемді, 330 қоясың. Аптека бар екен. Аптека бөлек-бөлек қапайсың, пәлен аптека деп. Неге бөлмейсің? Бөліп жазатын, ол бір зданияның ішінде ғой. Бөліп қайын соны. Бөлсең зданияның құлайды ғой. Мен саған зданияның қажып, арам неге белерді, бөлмейсің ба? Бөлек жерде тұрған жоқ қой, адресі бір жерде ғой. Сөз жоқ саған. Сөз жоқ, мен еркіп өлтіреді сен. Не болды? Жыным кеп тұр да саған. Өлтіретін шығарды сені. Мынау не? Не? 300 парк салынды деген не? 330-ті тоқтатамай еттер, 300 парк. Кішкентай ауданымыздың орталығына 300 паркты қай жерге сап қойдыңыз? Ана бір қараш. Иә. Тұстан оқыны. Міне, 300 парк. Қажайып бұған солай. Зоопарк деген ол. Ана екі о ана үшігін. Зоопарк жанында ауданда. Басқа ауданда жоқ ондай зоопарк. Брадыр. Тұрғындардың қауіпсіздігін ойлап, көшеде жүрген иттер мен мысықтарды, есектерді жинап алып сөйлесіп, түсіндірме жұмыстарын жасап, бір жерге жинап, солардың арқасында зоопарк салынды. Жоқ, мақұл. Есек, мысық, қаңғыған иттерді жинап, зоопарк жасапсың. Олармен кім сөйлесіп жүр, айтшы? Кім? Сен ба, мен ба? Кім сөйлеседі олармен? Екеуміз сөйлестік дейміз. Мен иттің тілін білмеймін. Неге білмеймін? Есектің тілін білмеймін. Ол біледі екен деп ойласын да комиссияда. Өткенде телевизордан да үлкен бір министр айтты ғой, иттермен сөйлесіп жатыр деп. Мына министр айтты ғой телевизордан. Айттым әлі. Солар сөйлесіп жатқанда біз сөйлесе алмаймыз. Итті не сөйлесіп, кетті тастың бірақ пошолды таяқтың өзі қашып кетеді ғой. Ладно, жоғары жақ айтып жатса бірдеңе дұрыс шығар, біз де айта салайық. Олар айтып жатқанда біз сөйлесе алмағанымыз ұят қой. Предприятия должны продолжать процесс модернизации и расширения. Мынау немене енді? Мен саған қазақша жазып бердім ғой, қазақша. Түнде ана шаршап ұйқымда қызыма газеттен көшіріп тұр деген ғой. Орысша метіне өтіп кетіп тұрсың. Ол жерде сіз тастасың ғой. Сен сонда менің аудан халқына беретін есебімді газеттен көшіріп жазбайсың ба? Менің өзімнің істеген тірліктерім неге жазбайсың? Ойбай, не тірлігін жазайын? Істегеніміз бәрін жасасай, осы ауданға не істемей жатырмын мен? Ойбай, не істеп жатсың? Бәрін істеп жатырмын. Газеттен көшірмегенде қайдан аламыз? Не деп айтайын? Айтпайсың ба не істегендерімді? Понедельник күні Қазбектің тойына барды. Вторник күні Жанситтің тойына барды. Среда күні аладың курортқа барды ашылуына. Барып қуып бас топ қайтады. Одан басқа не еңді? Мен сені, Суббота воскресенье дегені демаласың, басқа күнде ішесің бәрін. Арақ ішкенін жазайын ба? Еще ол андай айдабулский ішеді деп. Анауына сабафан ішпейді деп.
Басқа не істеп жатсың? Не істеп арақ ішкеннен басқа не істеп жатсың? О, оңбаған. Сен маған компромат Жаңа айтып жатқанның біреуін жасап жатқан жоқ қой одан. Сол үшін тез оқыған халық түсінбей қалсын деп отыр. Қасымда жүр деген осы әні. Дұшпан. Бұл жолың болса екен, бір ұзаққа бармайтын шығарсың, өмір құтып кете берсін. Орында қаламыз ғой деп ойлаймын, болмай. Ата, әже, әке, ана, шешең, немене мынау енді? Мынау не? Айбақ, не? Ана 5 жасар балам жазған ғой. Анау доқтап қаға өшкен алып жазған. Өшіртіңіз, ше ғой. Ол да садикте үйренді. Подтверждение бар еді осы. Бұл ауданның әкімінің халыққа беретін есеп екенінде қатерінде бар ма? Неге сол жерін сызтайсың, істемейді ғой. Мен сізге қарақтан алмай қалдым ғой. Кітапханалардың ашылу салтанатына белгілі жазушылар Мұхтар Әуезов, Бейімбет Майлин, Сапар Құдайберген келіп, ыстық ықылас баталарын беріп кетті. Кім деп жазды? Мынау Кім білесің ба? звездалардың ешқайсысын танымайды ғой. Ұл адамдар ғой, қазақтың маңлайына біткен ұл адамдар ғой. Соңдар білесің ба? Жоқ, білемін. Бірақ бұлар қайтып бата береді, әруағы келіп бата береді. Комиссияның келген жоқ қой ашылуына. Келді екен деп ойлап қалсыңдар, ұл адамдар келді екен, күшті болыпты ашылуы деп айтсың. Жоқ, облыстан келгендердің барлығы саған тупой ма? Айналайын, қара. Мұхтар Әуезов деген бабамыз Абай жолын жазып болғаннан кейін ол кісі бақилыққа аттанған. Өткен ғасырда. Бейімбет Майлин, Шәкәрім Құдайбердиев деген кісілер репрессияда атылып кеткен қазақтың ақтаңгерлері. Қайтып келіп саған бата береді бұлар, а? Қой, кешеген адам кітапханада новый кітаптар бар. Өліп қалған болса сол кітабын біреу шығара ма? Жүр ғой тірі адамдар, типографияда ақшасын төлеп кітабын шығарамайды. 5 жыл болды бір кітап жаздым, әлі шығарамай жатырмын ғой. Типографияда. Сен еще кітап жаздырсың ба? Қандай кітап? Ертең енді 55-ке, 60-ға келген кезде отчет беріп қой жасайсың ғой, сол кезде кітабын көрсетіп 55-ке. Не жазбақсың оған? Өмірбаян. Ойбай. Сен өмірбаяныңда не бұл? Елдің тағдыры деген кітап жазып отыр. Ойбай. Парақор деп те жазып атамыз. Атына атамай қойын, небірін көрдік деп, жемқорлардың деп. Олай, түсіп болды. Мына әдептеп бумаждаған екенсің, керек жеріңе пайдалан. Рахмет. Сен керек сөздерін алып жұмысыма кәкапенімді кәмішерін айтасың. Рахмет. Сен мені құртуға дайындалған екенсің. Алло. Сәуле, былтырғы отчет дайындашы. Онда мен жазған, керек бар, Түркістан жігіттері, Ардақты ағайын, көңілді отырсыздар ма? Конечно. Концерт ұнап жатыр ғой. Жалпы Мұқасанның әндері есті әндер. Абай атамыз айтпақшы, әннің де естісі бар, есері бар дейді. Бұл кісінің әндері есті ән. Ескі әнге де жатқызуға болмайды. Есті ән. 25 жыл болды қазақ тойда құдаша қызбен билеп жатыр. Әлі ұмытылмайды. Қазір неше түрлі әндер шығып жатыр ғой. Жарқ етіп шығады, қайтқан жоқ болып кетеді, жарқ етіп. Кейбіреулерден тіпті қорқасың. Тыңдауға қорқасың, ана тыңдағаннан өшір дейсің. Ондай да әндер бар. Мысалы жаңағы Кәтлақны ол тыңдамайды, ол сөзін түсінбейді деген. Сосын жаңа құрттың қойы тағы деген бір ән шықты. Одан кейін маңғаба мұрынмен айтатын әншілер білмейді. Әркімнің эстрада өзінің орны бар деп айтамыз да, бірақ кейде ойлап қоямыз. Тұңғышбай Әл-Тарази ағамыздың бір сөзі бар. Өнердің өрісі кең екен деп, оған мал жайылуға болмайды деп. Сол сияқты өнердің өрісі кең, барлығы да сият, бірақ енді әркім
өзінше жайылады ғой. Енді мұқамдардың жайылысы кеңінен енді кәдімгі қазақтың тұлпарлары секілді шабады. Бірақ осы мұқасанды әнші қылып халыққа танытатын әндер. Ал әнді шығару үшін оның мәтінін жазған автор болады, әнін жазған композитор болады, аранжировка жасаған музыкант болады. Олардың барлығы тасадаға қояды да жарқырап тек қана әнші шығады. Ал енді бүгін сол көрінбей көлеңкеде қалып кетіп жатқан жандарды да ортаға шақырғымыз келіп отыр. Біз 3 күн болған Ақмола өңіріне келгелі. Ол кісі күнде телефон шалып хабарласады. Мен Мұқасан Шахзадаевтың әндерінің авторымын, мәтін жазған сөздеріне, бүкіл әнге деп қоймағасын бүгін шақырдық. Бүгін орай түсіп, Бұланды аудандағы концертке келді. Бір қошеметтеп қойыңыздар. Ақын ағам келді. Сыймаңыз. Келді. Міне, ел іші өнер келеші дейді. Осындай керемет әндердің барлығы осындай ақиық ағалардан шығып жатыр. Аға, Бұяққа шығармай қойдың ғой, яққа сөйлесіп кетеміз. жоқ енді. Киіп келеген жоқ қой. Жоқ, әдемі ғой, қазақы шапан, қазақы тақия. Нағыз қазақ болып тұрсыз ғой. Әндеріңіздің бәрі, сөздеріңіздің бәрі нағыз қазақша. Елдің алдына шықпағасын Саған мақтап жатқан, есті әндер, сөздер қандай керемет деп айтып жатқан. Сіздің сөздер ғой. Енді шәкіртіңізді көрдіңіз ба? көрдім. Қалай? Әлі де орныкедей орғып тұр ғой. 50-ден асты деп оны ешкім айта алмайды. Айна қарап әдемі болып тұр ғой, екі көзі тас төбесінде. Екі көзі тас төбесінде әдемі болып тұр ғой деймін да. Жоқ, енді ол кісінің бірден қасын көреді дейді, жұрттар сіз тас төбесінде көзді қалай көрдіңіз? Енді айтатқаным ғой. Жарайды. Енді аға, қайда жүрсіз? Қайдасыз? Қасында тұрмын ғой. Жоқ, қасында тұрғаныңызды білемін, өмірде қайдасыз? Ауылдамын ғой, жайлауда. Жайлауда. Мал, мен қалада біраз тұрдым, болмады. Ән шықпай кетті, ән жазамай кетті. Неге? Қалада әркім өзінің проблемасымен, кездесінің проблемасын айта береді ғой. Ән тумайды екен деді. Сосын жайлауға кетіп, жылқы бағып, қайтқан әндер жазып жатыр. Көзін жазып жатыр. Ығы-жығы қала сізге шабық беремін, бермейді. Қысылып қымтарлы бар. Қазір не істейсіз? Жылқы бағым, арасында ән жазамын. Жазып жатырмын ғой тағы да. Тағы да бір жаңа жақсы әндер жазып жатырмын. Жарайды. ертең бір қойып шығатын халыққа әйтеуір қала берсін артымызда. Мәтін жазасыз, ән жазасыз, жылқы бағасыз. Болды ма? Енді арасында демалатын кездер болады ғой. Иә. Сән үшін демалжа қалай айтады екен? Әйтеуір ерткен кезде ермекке қасқыр аулаймын. Қасқыр. Иә. Аңшыл. Мылтық. Жоқ, мылтық. Қақпан. Жоқ, қолмен. Жалаң қолмен қасқыр ұстамайды. Өтірік охотниктер ғой, мылтықпен қақпанмен баратын. Сіз? Мен атпен қуам әптен. Әптен шаршасам ана бейшара қасқыр. Шаршағасын өзі бір бұтаның түбіне жатады шаршап. Қалдың түбіне. Сол кезде барамда аспай басынан бір тігіп, өлмесе қылқындырып өлтірсем. Қасқырды қылқындырып өлтіресіз ба? Иә. Енді орманның арасында қасында адамдар болмайды ғой, бір өзім боламын. Шаппай ма ол? Шаппағанда қалың киініп аламын ғой мен. Ертіл етік, мақталы шалбар, теріден тігілген қалың шапан. Қасқырдың түсі батпасын деп дайындап. Қасқырдың түсі батпасын деп дайындап шығасыз ба? Жоқ, маса шақпасын деп орман. Қалың киініп алады. Теріден тігілген дүгілген. Жарайды. Жоқ, ол қасқырдан да қорғайды ғой, тістеп атса өтпейді ғой. Жоқ, енді қасқырды қылқындырып өлтіреді дегенге ол әшейін сән үшін ғой. Көптір әңгіме қылсын, о қасқыр қолмен өлтіріп тапты деп айтсын деп істемейді. Сиырлеген ғой, сиырлеген. Сиырлеген. Иә. Одан бөлек жігітке жеті өнерді жаздырып, соның бәрін көрсетіп берген ғой. Кәдімгідей қылқындырып өлтіресіз ба? Бір қылқындырсам, қылқындырғанына өлмей қойды ғой. Сосын? Bir қолмен қылқындырып өлтірдім ғой. Анам болмағасын екі қолмен қылқындырдым, сонда да өлмейді. Сөйтсем желкесін қысып жатыр екен ана. Мойнынан емес. Болмағасын астыңғы жағын жұлып өліп, так бір өлтірді қалды ғой. Сәл, мен түсіндім. Енді шығармашылыққа келейік.
Иә, соны айтты, қайда охотаны айтты. кешеден бері қайда ана әннің де сөзін жазған, мына әннің де сөзін жазған деп телефонда құлаққа маза бермедіңіз. Енді термеге бергісіз анау ән бар ғой. Ең алғаш шықты ғой Нұрмұқасан. Көгілдір көлден не пайда, жазасыз жайсыз жар болса деген. Сол қашан шықты? Жоқ, біраз болды ғой. Соғыстың кезінде шықты. Түсінбедім. Соғыстың кезінде шықты. Сіз соғысқа бармаған шығарсыз? Бардық қой. Қай жылғысыз? 45? Соғыс 45 деп де, сіз қалай соғысқа барасыз? Мен 40-тармен оққанмын. Оқып тұрмаса, соққыға келді. Үлкендермен оқытыр өтеді. Келтірсеңші. Білмеймін, мен барған кезде соғыс біткен екен. Біз бұл жақтан алып бардық соғысқа. Біз барған соғыс бітіп қалған екен. Одан? Аңырақ абырсы шашылып жатыр. Не істейсіз? Ақыры ет қарсыңдар құрғайтпаңдар деп субботник істеді ғой. Жинап жүрдік бүкіл анау. Советский Союздың қорғап алған жерін бәрін тазалап, оны жарылған, талғылаған, өртенген. Солдаттардың бәрі субботникте, тек солдаттар. Жоқ, мұғалімдер де бар. Жіберген ғой директорлар жіберген шығар, білім бөлімі жіберген ғой, олар да бар. Олар талды айтып жүр, талды айтып жүр да, күйеге болғана, болмады. Жанында жинап. Жоқ, енді. Сосын өліп қалған немістерді өткіздік. Кімге? Қабылдады ғой сода. Сөйтіп оны білмейміз ғой, сөйтсек ана герой атағын алғысы келіп жүргендер неміс қабылдап барып өткіздік. Мынау менің өлтірген 100 немісін деп медаль алып еді ғой сөйтіп. Біз өткіздік қой ақшаға. Разумный ақша табайық. Ақыр соңында таппай қалдық, өлген неміз. Біз формуларын тауып алдық. Өліп қалған советтің орыс солдатына келді, оны өткізе бір әжірді. Біраз ақша істеді. Да. Енді маған анау ән қалай шықты, сол ғой мен күтіп тұрғанда. Жаңағы ма? Сол ауылда бір үйде көрдім ғой, сонда бір көлдің суреті бар екен, мынандай әдемі болып тұрған. Бірақ ана көлді көрсең шошисың ол. Ішіне ат өлген, сиыр өлген, ешек өлген, омбы жарылған, бытышты көрсең ғой көл. Одан соны суретіне қарап, көлге қарап шығардым ғой. Көгілден не пайда, соғыс болса бытыш болады екен ғой деп ше. Оның ішінде соғыс туралы сөздер бар екен, мынандай алып тапты ғой. Соғыс туралы сөздер бар екен. Біраз нәрселер бар. Енді маған анау қос қарлығаш көктемде деген ән бар ғой, сол қай кезде шықты? Қыста. Өлең айтты ғой жоқ сөз. Қос қарлығаш көктемде шықты ғой. Тарихы қандай? Тарихы қандай? Ол көктемде қарлығаштар келді, ол қарадым ойғырмай деп, әйтеуір отанын ұмытпайды екен ауыл деп, ұясалған үйін ұмытпайды екен деп. Әйтеуір көршің серіктер ғой, оның қатын аты қарлығаш. Корея кеткенде 3 жыл болды. Ана қыстың қарлығаш көктем сайын келеді екен, ананың қатыны жоқ сол үйде. Ананың қарлығаш. Кореяда? Ана көрші серікке соған намек шығарған мәдей. Қос қарлығаш көктемде қайтайын алып келген бе деп, айтаман ағам. Сен қатыны не қайнап келмей жатыр деп ше. Намек шығарған мен, жақсармақ көпті ғой. Жоқ біз ғой, ол қос қарлығаштың шыққаны қашқан, қазір қазақтар Кореяға енді кетіп жатыр. Ой, сол кезде де бар жүрген Корея. Сол кезде жасырын бар. Мақұл, енді сонымен біраз нелерді алып қайттық қайтыр. Отанды қорғап, біраз жерін қорғап, тазалап қайттық қой. Алдындағы әңгіме ол. Соғыстан кейін. Не алып қайттың дейсің? Қанша жер алдың? Мен көп қосақтап шығып отыр ана. Келгеннен кейін әр қазаққа 10 сотықтан береміз деп, сол үй бермей кетті ғой. Біз қосақ боламай жүрміз. Енді, анау Құдаша қыз деген тамаша ән жаңа ғана орындады. Оны да жаздым. Тойда жазғым. Ол кезде бойдақтым жас. Құдаша қызы прям тойда. Сиырлық құрып, сондай болып жүрген кезіміз ғой, мықты болды. Тойға барып, кісі болып тұрасың ғой енді, бойдақ қыз, үйлену керек. Сөйтсем бір Құдаша қоймайды, көзің саға берді. Осынша қана көзін сүзбесе бұқа жүрін үзбейді деп сындып отыр. Маған ғашық болып отырген Құдаша деп. Мен құда бала болып баттым ғой енді. Бір күнде жазып бердім ғой Құдаша қыз деп. Не деген ғашық? Сөйттім де ертесіне жаңа бірден жазып қағазға түсіп, үйіне дос баламды ертіп алып, үйіне апарып бердім. Шалғасынан құлаған шығып айыпсыз. Маған алысында бірден маған үйленуге келсін, үйленеймін. Келістің ме енді? Сөйтіп ана өлең беріп жатсам, қасымдағы дос баламның көзін қысып тұр ғой. Ойлап қалдым, мен мына дені дұрыс емес Құдаша екен, бұзылған Құдаша екен.
Одан? Мен әйел балам бар десем, досыма көзін қысып тұрғанын естіп. Жының деп ашуланып жатсам, маған да қара тағы көзін қысып. Сөйтсе маған көзінің нерв тамырына су тиді ме? Басқан кезде қайдан білейін? Жыпылықтың арқасында ән шықты. Иә, бірақ зато ән шыққан екен. Арқасында. Енді сол игай деп. О, игай емес негізі. Игай деген сөз қазақта қайсың добаған білейін, осы бар. Игай. Игай деген сөз жоқ қой қазақ. О, андай қылған, таңғалып жазған. Уйбай дейді ананы. Таңғалып, уйбай деп қалады. Сөйтіп жазған маған. Әдемелеген суреттей маған ғой. Уйбай. Солай кетті. Мен білмеймін, игай. Неге бұлар өзгерте береді? Игір дегеннен толбаған ба, игай. Білмеймін ғана, сақтыр дегендер бәле болды ғой? Сақтырлар. Иә, жағаласып келіп сөзін өзгертіп, мына жері былай болу керек деп, арт директор, бір деген продюсер деген бір бұлжырбайлар өйіп кетті ғой да. Былай болды. Ана сұрақ. Мәңгі бақи толмайды нанананан. Солай бір ән бар ғой? Ертең еді, бірден еді. Бұл кезде не тұрмай қалды? Өлең ғой анау. Өмір мәңгі тұрмайды дегені. Бермейді ғой. Жылдым атаң қайғайға. Өмір мәңгі тұрмайды. Өстіп жүре бермейсің. 25 жасар жігіт топ деп жазған ғой. Өмір, сенде үлкей бересің, өмір өте береді. Өйстеп жүріп, өмірді дым көремей қалма деген намек өлең ғой. Намек өлең. Оралдарында ойнады, Абдуси тойла. Жетпейтін дүние жетпейді, санаторияға дема. Іш, қу деп ойбай. Абдуси жүр деген өлең ғой. Өмір мәңгі тұрмайды деп. Оның ішінде куплеті бар тұғын. Өмір деген бір тұтам, достарымды пір тұтам. Бүгін өліп кетсем де, айдауылдан бір жұтам деп. Мосын сөзден алып тұрған екен ғой. Алып тұрған Егер алған екен. Неге жылағаным жылай бер дейсіздер. Ол күл деген мен. Малар ғой қазақтың жылап жүрген аздай жыла жаным жылайды. Күл деген ғой. Күлші жаным күле бер. Постоянно қуып жүре бер деген. Абдуси шығарған ба? Сізді кәдімгі керемет веселый ән болған екен. Көңіл жаным күлдіре ма жүрсік жылап жүрді. Авторлардың кесірі бұл. Мұқасан кінәсі жоқ. Бергенді айтты. Енді мынау Мұқасан өндірді киім ауыстырып жатыр. Оңашада айтайық. Анау екеуі неге ажырасып кетті? Нұрлан мен Мұқасан. Жүргендеріне 25 жыл болды. Неге ажырасып? 25 жыл кезде 30 жылдан асып кетті. Неге ажырасып кетті? Арасында бала болмағасын ажырасып кетті. Айтады екенсіз не? Әйелімен күйеуі ажырасып кетті. Сатып айтып жатқан несі? Неге ажырасып кетті? Қатты айта берсей. 6 баласының байымен қатын ажырасып жатқан кезде олар ештеңе қылмайды, арасында ештеңе жоқ ол. Ештеңе жоқ болғанда ол келіспей қалған шығар. Легендарный болып жүрген Дос Мұқасанның өз кезінде тарап кеткен былай. Дұрыс айтасыз. Демек айтып қосылды. Қазақта әдемі сөз бар. Өткен күнге өкінбе дейді. Алдағы күннен үміт көп. Кім біледі, алда қайттан қосылады. Бұл өмірдің былай заңдылығы. Анау енді арасында шамал бөлек не қылайын деген дайындықтары былай шамал өсетін жағын не дейтін еді? Енді адамды алжастырып тұттың ғой, неше бір сұрақтар ғой. Енді аға соңғы сөзіңіз бір аталы сөз болды. Алдындағылар білмеймін, бір батырыңыз беріңіз. Қалмайды қолыңыз. Шәкіртіңізге, елге. Осы Құдай қаласа Мұқасан баламыздың өмір жасылық болсын. Келіп отқан көрермендердің барлығының басына бақ қонсын. Адам ұрпағымен мың жасайды дейді. Ағаш жапырағымен адам ұрпағымен көріпті деген ұрпақтарымен мың жасасын осы. Ұрпақтарының барлығы ел басқаратын азаматтар болсын. Абайдың басын десін. Жамбылдың жасын десін. Мұқасанның қасын десін. Енді ағызға бара беріңіз,
бір кісі звондап жатыр, танисың ба Мұқа десем, Мұқасан танымаймын дейді. Бірақ бүкіл әннің сөзін мен жаздым деп бөсті. Өскені бұлай тұрсын ешті. Жалпы біздің қазаққа тән осы бір жаман қасиетті алып тастау керек. Есу менен бөсуді тоқтасақ, өсетініміз анық ардақтағай. Сондықтан өсетінен емес, өсетін ерген болайық ағайын. Рахмет. Осы жерде бәрін тосамын. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Айша Мұқасан Шахзадаев. Және Түркістан Әзіз Сауғатауадарынан Пірназаров Иван Әзіпбаев. Адырнағайын, сіздер менен біздерді бүгін осынау салтанатты залда қауыштыруға атсалысқан жандарды ортаға шақырғымыз келеді. Соның бірі Аманат партиясының төрайымы Раушан Түркменбайқызы. Қошемет. Ауданның басты сахнасында танымал эстрада әншісі, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан Жастар одағы сыйлығының лауреаты Мұқасан Досмұратұлы Шахзадаевтың өз өнерін паш етіп, халыққа тамаша көңіл-күй, жылы әсер сыйлағаны біз үшін үлкен мәртебе. Мәдениет саласының дамуы ұрпақ пен халықтар арасындағы байланысты нығайтып, жас ұрпақты өз отанын сүюге тәрбиелейді. Маңызды салада табанды көп жылғы еңбегі үшін зор алғыс айта отырып, рухы биік халықтың руханиятына қосар үлесіңіз қомақты әрі еңбек күндеріңіз сәтті, шығармашылық жетістіктерге толы болсын деген тілегіміз бар. Әрқашанда өнердің ақ туын берік ұстап, халыққа қызмет жасау жолыңыз ашық болсын, шығармашылық жаңа ізденістер өнер жолында және табыстар тілейміз. Түркістан театрының ұжымы, Қойнауы бай, Төскейі құт бұланды ауданына, көңілді ғажап сезімге бөлейтін көрікті көкше өнерінің жайнаған әсем жеріне, Қарағайлы орман тауы, өзен көлі, табиғаттың сұлулығы сыр шертетін қасиетті өнерге келіп, жергілікті халыққа жақсы әсер көтеріңкі көңіл-күй сыйлағандар үшін Аманат партиясының аудандық филиалы және депутаттар атынан үлкен ризашылығыңыз бен шексіз алғысыңызды қабыл алыңыз. Өнер мен мәдениетті дамытып, рахатын сезіне алған адамға бұдан артық байлық керек емес деген дана сөздері бар. Ендеше сіздерге киелі сахнаның абыройын көтеріп, асыл мәртебесін асқақтатып, халықтың жүрегіне жеткізу істеріңізге нұр жаусын деген ізгі тілегіміз бар. Өнерлеріңіз өрлеп, әлі де талай шығармашылық кештер, жарқын концерттер өткізіп, көрерменнің зор алғысына бөлулеріңізге тілектеспін. Біздерді қауышуға үлес қосқан осындағы керемет бауырымыз, осы Бұланды аудандық мәдениет үйінің директоры Әлішер бауырымызға мың алғыс. Осындағы сал-сері жігіттер Қазбек Қалиев бауырымызға, Серікжан бауырымызға, Жансейіт бауырымызға алғысымыз шексіз. Жігіттер, ардақты ағайын, біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше сау, саламатта болайық.